Так, біз Сарқыт деген ресторанға келіп жатырмық ауыз ашуға. Абылқайыр ханда орналасқан Ақтөбе қаласында, Қазақ нақышта. Қазақ нақышта қадам ресторан. Мына жерде ағаш үй. Живой музыка, күй. Біздің орын мына жерде кухнялары, қазақтың сырмақтары. Өзім де бірінші рет келіп тұрмын, Ақтөбеде тұрсам да. Так, біздің стол екінші этажда дейді. Алғыс хат алған мәдени орталық дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сертификаты бар. Ұл тәрбиелеп отырып, халықты тәрбиелейміз дейді. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұл тәрбиелейміз. Мұхтар Әуезов. Бәрі заказ. Қыздар да бәрі қазақша киіммен. Біздің стол ма? Шаматсы ма? Мына жағында да бар ма? Не, бутик па анау? Бутик сияқты. Магазин сувенир. Мына жағында да не бар? Мына жақтар ағаш үйдің іші сияқты ма? Намазхана іші ма? Намазханасы қазір шам намазын оқимыз. Мынау комната ана мен бала. Манағыдай ғой. Манағыдай. Керемет, керемет, керемет. Тандай манағыдай бөлмелер. О, типа зал сияқты да, бір талай адамға. Түлкі? Бәрі натуральный. Керемет. Ақтөбе қаласында болсаңыздар, міндетті түрде соғыңыздар. Ақтөбеге келетіндер болып жатса. Сарқыт деген мейрамхана. Абылқайыр ханда спорт кешені бар, қоныс деген соның жанында. айтсаңыздар Сарқыт деп бәрі біледі.
ағаш үйде адамдар отырған. Мына жерде дүкені бар екен. Неше түрлі қолөнер сувенирлері. Тамақтар. Amazon Mubarak. Дневник почем? 700. Ağızlaşar dasturxanı. Яқта киелі сап. Дермен. Orumlar değil. Kibeci. Tağal дейсің ғой. Мына жақта ағаш үйлер, 4 ағаш үйлер. Екінші зал дейді. Мына ғой. Қайсысын алып тұр жүрек? Көрпе, сандық, алаша. Нау деген тон. Тон. Яқта флихт. Тағы да бір. Атмосферасы керемет. Ақтөбе қаласында болсаңыздар, келіңіздер. Керемет. Демалып, қазақы нақыштағы неше түрлі қолөнерлермен танысасыздар. Балалар ойнайтын жері. Телевизор қарайды. Мына жерде Алтыбақан типі. Ат. Ер. Мынау атқа жегетінде керемет. Сарқыт. Керемет екен. Ұнады. Мына Абылқайыр хан Тасбекті.
Кеттік.